Так, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Ерназар Мирас, және де бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде торговый сессиялар. Қазір торговый сессиялар жайлы сөйлесетін боламыз, өйткені бұл бізде өте маңызды тоже тақырыптардың бірі. Неге? Өйткені бұл сіздерге прям үлкен информация айтпайды. Бұл стратегия емес. Бұл сіздерге әр банковский сессиялар қашан ашылатын просто айтады. Мысалы қараңыздар, азиатская сессияда бізде Токио және де китайский, яғни Азиядағы крупный мемлекеттердің крупный центральный банктері фондтары ашылатын және жабылатын уақыттарын көрсетеді. Одан кейін Франкфурт пен Лондонның да тура сондай Европаның крупный центральный банктері фондтары ашылып жабылатын уақытты көрсетеді. Және Нью-Йорктың крупный американский фондтар центральный банктердің ашылып жабылатын уақыттарын көрсетеді, және солардың жұмыс уақыттары. Өйткені әр сессияда өзінің үлкен крупный ақшалары кіреді, әр сессияның движениесі әртүрлі болады. Енді мен сіздерге примерно қазір көрсететін боламын. Дәл қазір енді былай алсақ болады, қараңыздар достар. Мысалы Азия всегда бізде алтында именно активный болады. Өйткені қазір Қытайда өте үлкен алтынның нарративі бар, яғни өте үлкен запас бар алтынның. Сол үшін де Азия бізде өте активный болады, және де мысалы ол бізде осылай үлкен тренд создавать етіп бастайды. Артынан бізде Франкфурт басталады. Франкфурт басталған кезде Франкфурт бір орында тұрады, Азияның лоуын кейде снимать етеді, кейде етпейді. Лондон бір орында тоже самое тұрады. И Нью-Йоркта баға бізде өте үлкен манипулятивный движениялар бастайды. Яғни тура осындай движениялар басталады. И дәл қазір мен сіздерге оның барлығын живой примермен көрсетемін. Енді сіздерде бір справедливый сұрақ болады. Мирас, қараңыздар, мен графигімді қараңыздар, мен часовойға өтем. Часовойға өткен кезде жаңағы уақыттарын сіздер жазып алдыңыздар деген ойдамын. Осының алдындағы часовойға өтем. Часовойда сіздерде мынандай Asia Session Range деген бізде кәдімгідей индикатор бар. Сол индикаторды қоссаңыздар, сіздерге барлық сессияларды көрсетіп береді. Енді айтасыздар, Мирас, мен қайдан табам дейсіздер ғой. Мына қараңыздар, Asian Session Range деген бізде индикатор бар. Міне, ол есімі былай тұрады, аты міне осылай тұрады. Asian Session Range. Көрдіңіздер ғой. Енді осыны установить етесіздер. Стильге кіресіздер. Мыналардың барлығын алып тастайсыздар. Сіздерде мынау бәрі галочкамен тұрады. Осының бәрін алып тастайсыздар. Метки, линий алып тастайсыздар. Полностью сіздерге керек емес. Мына жақта не задано, метки по ценовой шкале барлығы жоқ. Аргументы в строке статуса бар. Аргументы мында осылай тұра береді, және видимость тоже самое осылай тұра береді. Енді қараңыздар, мен бұлардың цветтерін қалай қойдым? Жалпы мен үшін тек қана жалпы үш түрлі сессия бар. Ол менде Азия, Европа, енді Лондон деп аламыз, және де Нью-Йорк. Енді қараңыздар, Азияны мысалы мен қызыл цвет еткенмен, ол Азия менде Қытаймен елестетіледі. Ал Қытай ол қызыл цветпен елестетіледі. Ал Лондон всегда жаңбырлы, сол үшін де менде осындай темно-синий цвет тұрады. Ал Нью-Йорк менде закатпен елестетіледі. Нью-Йорктың өзі қаласы, сол үшін де мен оны оранжевый цветке боядым, және де прозрачностьін енді мынандай қылып қоймаңыздар, қараңыздар, кейбіреулер мындай қылып қойды. Олай қоймаңыздар, кішігірім ғана прозрачность болсын, көбінесе график көрінетін дейші. Осылай қоясыздар, және де әр сессияның өзінің уақыттарын қарап отырасыздар. Мысалы бізде еврода әртүрлі жұмыс жасайды. Мысалы алтында бізде Азия активный болса, еврода олай емес. Мысалы қараңыздар, бізде Азияның хай ликвидность болады. Азияның хайы лойы ликвидность болады. Міне, Франкфуртта Азияның хайын алды, баға лойына барады, лойын алады, көрдіңіздер ме? Мында тоже самое, бірақта мында уже более такой болып тұр екен. Азия өте активный болыпты. Қараңыздар, Лондон шешеді, жоғары барады, Азияның жартысын шешіп, имбаланстан қайтады баға Нью-Йоркта. Мысалы, мында уже Азия бізде өзінің кәдімгі қалпында асты-үсті ликвидность рейнжда тұрды. Лондон хайын шешті, тағы да хайын шешті. Одан кейін бізде Нью-Йорк жүрді. Артынан Азияның лойын шешіп кетті. Мұнда да тоже солай. То есть қараңыздар, бұл Азияның сессияларын кез келген сессияның хайы мен лойы ол бізде ликвидность болып саналады. Қараңыздар, мынау ликвидность, мысалы, мынау ликвидность, мынау ликвидность, мысалы. Мынау ликвидность. Көрдіңіздер ма? Әр сессияныкі. Және ең активный ол бізде Нью-Йоркская сессия, өйткені Нью-Йорктың центральный банкі, яғни ФРС США мен біздегі ең үлкен тоже фондтар, BlackRock сияқты фондтардың барлығы жұмысқа сол Нью-Йорк уақытында қосылады ғой. Сол уақыттарда қосылған кезде бізде өте үлкен активность пайда болады. Сол үшін де осының барлығын меңгере отырып қарап отырыңыздар достар. Жалпы алатын болсақ, Азия сессиясы бізде таңғы 4-тен сағат
12-ге дейін жұмыс жасайды. Сағат 12-ден 1-ге дейін бізде Франкфурт жұмыс жасайды, және сағат 1-ден кешкі 9-ға дейін бізде Лондон жұмыс жасайды, және сағат кешкі 5-тен таңғы 3-ге дейін бізде, конечно же, Нью-Йорк сессиясы жұмыс жасайды. Және рынок 1 сағат демалады, сағат 3-те жабылады, 4-те ашылады, яғни осылай рынок демалады. Және олар қысқы уақыт, жазғы уақыт болып бөлінеді. Сол үшін де обязательно осы 1 сағаттарын шатастырып алмаңыздар. Кейбіреу шатастырады оның барлығын. Жалпы осылай сессиялардың барлығы көрінеді. Нью-Йорк өте активный, Лондонда еврода қатты активность жалпы білдіреді, өйткені ол евроның өзі жалпы Европаға жатады ғой. Өйткені сол жақта Европа мемлекеттері көбінесе қолданатын валюта. Ал егер де біз алтынға келетін болсақ, енді қараңыздаршы, алтынға келдік, Forex.com кірдік. Алтында бізде қандай движение көреміз? Қараңыздар. Алтындағы движениялар олар бізде мынандай. Бізде міне активный движение именно неде көретін боламыз, Азияда көретін боламыз, және Нью-Йоркта көретін боламыз. Ал Лондон көбінесе ренжде тұрады. Енді қараңыздар, міне Азияда активный движение, Лондон кішкене коррекциясын берді, қайтадан Нью-Йорк қатты өсіп кетті. Нью-Йорктың движениесі барлығы. Одан кейін тура осылай бізде активный движение Азияда, Лондон бір орында тұрады, Нью-Йорк манипуляция жасайды. Азия активный движение бір орында тұрады, манипуляция жасайды Нью-Йорк. Азия кішкене пассивна болды мұнда, бір орында тұрды, Нью-Йоркта пассивна болды. Яғни бұл бізде среда күні кішкене рынок пассивный болыпты. Одан кейін бізде четверг күні Азия полный құлады, Лондон сәл коррекциясын берді. Одан кейін бізде Нью-Йорк жартысын жапты осы құлағанның. Вот осылай примерно жұмыс жасайды. Осының барлығын қарасаңыздар болады. Осының барлығы арқылы кішігірім түсінетін боласыздар уақыттарын. Өйткені бұл уақыттар сіздерге ориентир береді. Міне мына уақытта торговать еткен дұрыс, мына уақытта торговать еткен дұрыс емес. Мысалы Азия уақытында біз евро-доллар, фунт-доллар деген сияқты парлар торговать етпейміз, бірақ та USD JPY сияқты, мысалы японская иена, немесе китайская валюта, солар торговать етуімізге болады да, мысалы. Және мажорларды в основном торговать етіңіздер. Мажор дегеніміз ол всегда евро-доллар, алтын-доллар деген сияқты, яғни оң жақ шетінде келесі сөзі доллар болатын барлық паралар жатады. Мысалы неде лондонская сессияда біз нені торговать етеміз? Лондонская сессияда біз көбінесе именно Европаның валюталарын торговать еткен дұрыс. ГБП юзді, евро юзді, немесе там қалай айтсам болады сіздерге, Гер40 сияқты европейский компаниялардың индекстарын торговать етсеңіздер болады. Оларда өте жақсы жүреді именно Лондон сессиясында. Ал Нью-Йорк сессиясында барлығы мықты жүреді. Барлығы мықты жүреді, өйткені барлығы доллармен бізде паралас, яғни барлығы доллармен бірге завязанный инструменттер, активтар, сол үшін де олар осылай жүреді. Жалпы мен видеом қысқаша шықты. Қысқа нұсқа сессияларды түсінбей жүрген адамдарға өте мықты көмек деп ойлаймын. Міне индикаторға соңғы рет көрсем, Азия Session Range деп жазасыздар. Азия Session Range. Міне FX-ін Asian Session Range деп жазылып тұрады. Осыны қосып аласыздар да жаңағы настройкаларды жасайсыздар. Қараңыздар, настройканы тағы да бір рет көрсем, скриншот жасап алсаңыздар болады. Міне біреу, міне бірінші бет, мына екінші бет. Аргументі өзгермейді, видимость өзгермейді. Және де тағы да бір маңызды ақпарат. Мында осылай настройкаға кіріп, именно OTC плюс 5 астананы қойып алыңыздар. Бұл өте маңызды. Вот. Енді барлықтарыңызға үлкен рахмет достар. Колокольчик басып, подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Астында мен Instagram, Telegram каналдарыма тіркеліп кетіңіздер. Telegram каналда мен өте мықты көптеген информациялар күнделікті беріп отырамын. Күнделікті еще лайв трейд созвондар жасап отыруымыз мүмкін. Сол үшін де обязательно кіріңіздер. Тегінде сигналдар болады. Ал обучениеге жазылғыларыңыз келсе, ол туралы білгілеріңіз келсе, онда төбіндегі сілтемеге өтіп, біздің менеджердің WhatsApp номері тұрады, және оған қоса астында форма тұрады. Сол Google формаға өздеріңіздің аты жөндеріңізді, қалаларыңызды, қандай саламен айналысасыз, трейдингтегі опытыңыз қандай, соның бәрін жазып, сол арқылы уже ары қарай өте берсеңіздер болады. Енді барлықтарыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.